Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге өте тойымды, ерекше салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге үрме бұршақ, қияр, қызанақ, майонез, пекин қырыққабаты, қайнатылған тауық еті және петрушка керек болады. Барлық көкөністерді видеодағындай турап алыңыздар. Туралған көкөністерді табағымызға саламыз. Үстіне майонезімізді салып, шым-шым тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Салат өте тез және оңай дайындалады, және өте дәмді болып шығады. Сіздер майонездің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Енді осының үстіне петрушка салып, сіздер укроп салсаңыздар да болады, жақсылап араластырып, дастарханға салып ұсына берсеңіздер болады. Осымен біздің салатымыз дайын, өте дәмді, ерекше, тойымды салат болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жібек, назарларыңызға рахмет.